Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында бірақ әдіспен қолтығымыздың, шынтағымыздың, тіземіздің, екі шаттың арасындағы қарайған жерлерді оңай әрі тез кетіретін боламыз. Ол үшін видеомнан алыстамай соңына дейін көрсеңіздер. Ол үшін біздерге кез келген аптекалардан алатын аскорбиновая кислота қажет болады. Осы аскорбин қышқылын кез келген аптекалардан ала аласыздар және де қолжетімді бағада. Ешқандай да біздерге лимон немесе ас сода қажет етпейді, тек қана осы аскорбин қышқылымен кетіре аласыздар. Және де оны 5 немесе 1 аптаның ішінде осындай ватный дискпен түңгілік жатар уақытта немесе күндіз күні бір мезгіл қолдансаңыздар жеткілікті. Енді осы аскорбин қышқылын біздерге 1 штук қажет болады. 1 штугын күніне 1 мезгіл ғана қолданамыз. Міне осы ампуласын абайлап пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Қолымызды абайлаңыздар, кесіп алып жүрмеңіздер. Осы ампула 1 күнге жетеді және де ватный дискке құйып аламыз. Жаңағыдай қарайған жерлерге жағамыз. Міне енді ватный дисктерімізге құйып алып, кез келген қарайған жерлеріңізге сүрте берсеңіздер болады. Пайдасы жақсы, міндетті түрде жағып көріңіздер. Видеом пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.